Ең бірінші баланы аямау керек. Адамның өзіне өзі қызмет істеуге үйрену керек. Баланы еңбекке тәрбиелеу керек. Баланы ата-ана аяғымен өмір аямайды. Сондықтан кез келген адам қиындықты жеңуге дайын тұру керек. Біз бәріміз сол қиындықты жеңуге жаралған адамдармыз. Тегін нәрсенің қадірі болмайды. Кім еңбектеніп есейсе, еңбекпен есею үшін оны жұмсайтын адам жақсы болу керек. Әсіресе анасы ақылды болу керек. Анасы ақылды болмай, бала жақсы бола алмайды. Бірақ енді баланың өсі үш түрлі нәрседен қалыптасады дейді. Бірінші, баланың ойнайтын ортасы болады. Ең бастысы оған тәрбие беретін ата-ана болады. Ал тірегі ұстаз болады. Ұстаз соны жалғастырушы. Жақсы ұстаз баланың бақыты дейді. Егер бір нашар ұстаз болса, 100 адам мертігет деп жазылып отыр. Нашар тәрбиелеген. Сондықтан әсіресе бастауышта оқитын балаларға, детсадта жүрген балаларға жақсы тәрбие беріп, жақсы бағыт берсе, бастаудың көзі таза болса, су алысқа ағады дейді. Бастаудан шыққан су таза болу керек, жақсы тәрбие алу керек, еңбекпен есею керек. Біздің елімізге білімді ұрпақ керек, бірақ еңбекпен есейген адам керек.